Олардың арасында атақты американдық режиссер әрі продюсер Майкл Фиджеральд, аргентиналық сценарист Лукреция Мартель, Румынияның ең белді режиссерларының бірі Найе Каранфил сынды майталмандар бар. Майкл Фиджеральд бастаған Әділқазылар алқасы 25 қысқа және толық метражды фильмді сарапқа салды. Оның жартысына жуығы қазақстандық режиссерлердің кинотуындылары. Сондай-ақ жұртты елең еткізген режиссер Сатыбалды Нарымбетовтың Мұстафа Шоқай фильмі де көрерменге жол тартты. Бұл фильм қазақстандық кино өнерінің шоқтығы биік жұлдызы, дейді кино саласының мамандары. Бұл Сатыбалдыға бірінші басқа жанрдағы түсірілген фильм. Оған да жеңіл болмау керек, жеңіл болған жоқ деп ойлаймын, өйткені көбінесе жанрлық комедиялық фильмға жақындау Сатыбалды. Ал енді тарихи фильм, үлкен психологиялық тарихи драма. Ол бірақ не дегенмен бұл да жетістік деп ойлаймын. Фестивальға Қазақстанның төл перзенті Тимур Бекмамбетов пен Ресейдің бір топ жұлдыздары арнайы келді. Ресейдің кино жұлдызына айналған Рената Литвинова қазақ халқына, қазақ өнеріне деген сүйіспеншілігін білдіріп ағынан жарылды. Біздің курста ең дарынды әрі белсенді қазақ тобы болатын. Менің татар ұлтына жақындығым болғандықтан өзімді шығыс мәдениетінің бір бөлігі деп білем. Сол себепті маған қазақ халқы жақын әрі таныс. Шығыс мәдениетін өз бойына сіңірген халық. Сөйте тұра Еуропаның өнерінен де сусындаған қазақ халқын ерекше сыйлаймын. Тіпті жұмбақ халық дер едім. Мәдениеттер тоғысқан жердегі кинофестивальдің қонағы болу мен үшін бақыт. Бір апта бойына астаналық талғампаз көрермен Қазақстан кино өнерінің жаңа толқын режиссерлерінің туындыларын тамашалады. Талғат Бектұрсынов, Әмір Байғазин, Данияр Саламат, Әмір Қарақұловтың тың туындылары фестивальға салмақ қосты. Бір аптаға созылған киномереке аяқталды. Сайысқа түскендерден оза шапқан жүйріктер анықталды. Мәртебелі жиынның салтанатты түрде жабылу рәсімінде мәдениет және ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммед фестиваль енді тек Астанада өтетінін мәлімдеп, жұртшылықты бір серпілтіп тастады. Ал француздың әйгілі кино жұлдызы Изабелла Джани еліміздегі үйлесімге тәнті болғанын айтып, келесі фестивальға міндетті түрде келетінін жеткізді. Бүгін фестиваль аяқталды. Мен бас жүлдені тапсырып тұрған сәтімде бұл елден алыстағым келмейтінін сездім. Қазақстанға алғаш рет келсем де, бұл ел мені бірден баурап алды. Қазақстан мүлдем бөлек. Мұнда үйлесімнің белгісі бар. Мұнда достықтың нышаны сезіледі. Келесі жылы міндетті түрде келем. Фестивальдің бас жүлдесі Шыңғыс Айтматовтың шығармасының желісімен түсірілген қазақстандық режиссер Ардақ Әмірқұловтың Қош Гүлсары фильміне бұйырды. Ең үздік режиссерлік жұмыс аталымы бойынша қазақстандық режиссер Данияр Саламаттың Әкем екеуміз фильмі жеңімпаз атанды. Ең үздік әйел рөлі мен ер азамат рөлі аталымдары бойынша Ирина Агейкина мен Бақытжан Әлпейісов жеңіп шықты. Фестивальдің арнайы жүлдесі Белгісіз жол атты қырғыз фильміне бұйырды. Көрермен көзайымы аталымы бойынша қазақстандық Рекетер фильмі үздік шықты.